Так, құрметті атаналар, міне күнделік KZ деп Google'дан тартып алғаннан кейін, мына кіру деген батырманы басасыздар. Кіруді батырманы басқаннан кейін, мен сіздерге жібердім, жаңа мөлдір жасаған едім, ол дауысым жазылмай қалды. Мен қазір басқа біреуіңіз қайсыңыз келсеңіздер, мысалы Сауранбаева деген жасайын, кімнің мамасы, Әлияның мамасы, иә? Сауранбаева деп жазасыз, бірақ мына жерде кішкентай әріп болу керек та, сол жағына мұқият болыңыздар, сонда ашылмай қалады әйтпесе. Сауранбаева, және мына жерде 15, мынау жаңағы бірақ пароліңізші, қазір одноразовый пароліңіз 12 62 деген парольді жазасыз. Сөйтіп войти дегенді басасыз. Енді ваш новый пароль дейді. Бұл жерге сіз Гүлвира ғой атыңыз, соны жаза салыңыз. Мысалы Гүлвира, қазір енді туған жылыңызды білмеймін, мен 2021 дей салайын, иә? Сосын кейін бір символ қоя саласыз, мысалы решетка қоя салыңыз. Міне, енді повторите пароль дейді. Қайтадан жазасыз. Гүлвира 2021 және решетка дегенді қоя салыңыз. Міне көрдіңіз бе? Сіздің пароліңіз надежный. Міне жерге жасыл сызық шықты. Ол парольді бір жерге жазып сақтап қойыңыздар. Және сол парольменен сіздер күнделікті кіре бересіздер. Ұмытпаңыздар. Енді далиені басасыздар. Міне сізге восстановление доступа кірді. Енді войти дегенді басасыздар. Сіздер күнделік KZ-ге толық кіре аласыздар. Міне сіздердің парақтарыңыз ата-ана ретіндегі. Міне қазақ тілі формативті баға, дене шынықтыру ертеңгі күннің үй тапсырмасы не берілгені, міне бағаларыңыз әдебиеттік оқудан, міне мына жерге кіріп көре берсеңіздер болады. Математика формативті баға деп тұр мысалы. Қазір мынау интернетте жай істеп жатыр, тез кірсін. Міне алған бағалары мына математикадан міне 20 қаңтарға дейінгі қойылған бағалар көрдіңіз бе? 3-ші тоқсанда көрсетіліп тұр. Мына жерден 90-ды алып, 1-ші тоқсан деп көрулеріңізге де болады. Көрсету дегенді басасыздар. 1-ші тоқсанда жинаған бағалары мынау. Міне. Көрдіңіздер ме? Қай кездерде баға қойылмай кеткен, қойылған бағаларда міне бәрі көрсетіліп тұр. Тағы да 2-ші тоқсанды көрсеңіздер болады. Міне 2-ші тоқсан деп көрсету десеңіздер, міне қойылған бағаларының барлығы көріледі. Мынау сабаққа қатыспай қалған кездері математикадан, мысалы Сәрсенбек Әлияның қалған кездердің барлығы қатысқан кездеріндегі бағалары түгел көрініп тұр. Осылай балаларыңыздың бағасын көрулеріңізге болады. Сондықтан бүгін міндетті түрде кіріп көріңіздер. Отзыв жасап кетуге болады. Мына бағаларды көрдіңіздер ме? Жаңағы 90 бойынша міне қорытындылар көруіңізге болады. Қорытынды бағаларының да көрулеріңізге болады. 1-ші, 2-ші тоқсан қорытылды ғой міне. Көрдіңіздер ме? Шыққан бағалар түгел көрініп тұрады. Қатыспаған сабақтар жоқ, міне 0 екені, қай сабақтан 4, қай сабақтан 5, 1-ші, 2-ші тоқсан түгел көрініп шығады. Осыны көріп шығыңыздар. Барлығын пәндер бойынша дегенге кіресіз бе, 90 бойыншаға кіресіз бе, қорытындыларға кіресіз бе, сыныптағы рейтингті да көрулеріңізге болады. Сондықтан осы күнделік KZ-ге кіріп белсендірек болайық, құрметті ата-аналар. Бізде тексеріп жатыр, ата-аналар кіріп жатыр ма, кірмей жатыр ма, соны бізде тексеріп жатыр. Сол ата-аналардың белсенділігі аз деп жатыр. Енді мына жерде міне құрметті ата-аналар деп кірген сіздерге жаңағы нелері бар. Сіздер де сол жерде кіріп, сондай жерлерге кіріп, өздеріңіздің отзывтарыңызды, мұғалімдерге деген жақсы ниеттеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Жамандық жазбаймыз күнделікке.